Қайырлы күн достар. Біз бүгін 2 минутта дайын болатын өте жұмсақ, дәмді бауырсақ дайындайтын боламыз. Тез дайындалатын бауырсақтың рецептін білгілеріңіз келсе, видеоны соңына дейін көріп, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бауырсақ жасау үшін бізге керек заттар: 400 грамм ұн, 250 грамм айран, 1 шай қасық тұз, жарты шай қасық ас содасы, 2 ас қасық қант керек болады. 250 грамм, кей жерде қатық дейді, кей жерде айран дейді. Айранымызды бөлме температурасындағы айранды құйып, үстіне 2 ас қасық қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Әр затты салған сайын біркелкі етіп жақсылап араластыру маңызды. Үстіне 1 шай қасық тұзымызды салып араластырамыз. Және де жарты ас қасық ас содасын салып, біркелкі болғанша, айранымыз көтерілгенше араластырамыз. Дайын болған смеске үстіне ұнымызды 2 немесе 3 бөлікке қосып, бөліп салып, жақсылап араластыратын боламыз. Ұнымызды жақсылап араластырып, қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр илеп шығамыз. Қамырдың июін қандырып илеп, 2 минутқа қалдырып, бетін жауып қоямыз. 2 минут тұрған дайын болған қамырымызды алып, бөліктерге бөліп, бауырсақ жасайтын боламыз. Мен 3 бөлікке бөліп жасадым. 3 бөлікке бөліп, күлшелеп, әр бөліктерін жеке-жеке жайып, бауырсақ дайындаймыз. Ұн себе отырып жаямыз. Қамырдың жұқа болғаны маңызды. Кәдімгі бауырсағымыздан жұқалау қылып жаямыз. Барлығын біркелкі етіп жайып, бөліктерге бөліп, бауырсақ дайындайтын боламыз. Бөліктерді өзіңіздің қалауыңызша бөлсеңіздер болады. Үлкен қып, кішірек қып, дөңгелек қып, әртүрлі пішінде бөліп пісіруге болады қалауыңызша. Мен осылай бөліктерге бөліп жасадым. Күнделікті шайға, қонақ келгенде жасауға өте ыңғайлы, тез дайындалатын бауырсақтың түрі. Бауырсақтарымды осылай әртүрлі бөліктерге бөліп алдым. Енді соны қызып тұрған отқа салып, қазір қоратын боламыз. Отымызды қыздырып, баяу отта бауырсақ пісіреміз. Бауырсақтарымызды кезекпен кезек салып, қызартып, сарғыш қып, әдемі қып пісіреміз. Бауырсақтарымыздың барлығы осылай дайын болады. Өте жұмсақ, 5-тің шайына, таңғы шайға, немесе аяқ астынан үйге қонақ келгенде қамырдың ашып отырғанын күтпей-ақ, осылай тез және дәмді дайындалатын бауырсақ жасасаңыздар болады. Осы рецептпен жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Осы рецепт ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.